Ассалаумалейкум, мен құрметті көрермендерім, қалайсыздар? Видео басталмастан бұрын каналға жазылып, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Біз кешекерге 2 брамы. Әтешің жақсы болса, әтешті үлестірген видеосы іштейіпті біреу. Мына әтеш енді кішкені жаңа аяғынан кішкені тұрып нормально оқып кетті, бірақ кішкені қорқып, мынадан қашып жүр. Видео осы. Көбі жазып жатыр, сосын тауық тумай жатыр, не істеуге болады деп. Тауық дейтін 3 себеппен тумайды. Жаздың күні семіріп кеткен жағдайда, сосын күннің ысылығына байланысты, сосын манағыдай қалай айтсам болады, бірден жоқ айтылады, ұмытып қалып тұрмын. Бірдемеге айтатын еді, қазір ұмытып қалып тұрмын. Есіме түсіп жатса, сіздерге міндетті түрде айтатын болам. Қалай семіріп кеткен жағдайда тауықтарыңыз қалай арықтатуға болады деген сұраққа жауап берейін. Тиісті су бересіздер тауықтарыңызға. Жемді бермейсіздер, тиісті қорадан шығармай суын беріп тұрасыздар. Тауықтар өздері манағыдай қарны ашқанда өздерінің майларын өздері жейтін болады. Солай тауықтарыңыз арықтайды. Күннің ысылығынан көбінікі, мысалы мен қорам мысалы осындай төбесі профилист, іші жанып тұрады менің қорамның. Сол себепті менің тауықтарым ысыдан тумай жатыр. Қазір жемі уақытында нормально бір мезгіл беріліп тұр. Жақсы барлығы. Сол себепті менің тауықтарым күннің ысылығынан тумай жатыр. Алла бұйыртса, ана үйдің ішіне көшіретін боламыз. Ішінде гипс картондар біреу алам деп еді. Сол гипс картондарын алғаннан кейін тауықтардың барлығын сонда көшіретін боламыз. Или күн жақсы болып, күн қатты ысымай не істеп жатса, тауықтарымыз осының ішіне тұрай береді. Ал қатты ысы болғанда ананың ішіне апарып көшіретін боламыз. Әзірге видео осы. Тағы да қандай видео сүрейін, комментария жазып кетіңіздер. Алла бұйыртса, міндетті түрде видео шығарам. Просто қазір сосын айтпақшы, не ғой, біреулер комментарияға мына WhatsApp-тан жазып жатыр, онлайн қалай ақша табуға болады деп. Жасайтын кісілерге табуға болады. Просто біреулер жазады WhatsApp-тан, кім екенін өздері біледі ғой, жазған адамдар. Жазады, барлығын дымын қалмай түсіндіресің. Алады да, анау тіркелмейді өз жағы. Тіркелмей қалады, мына жасағысы келмей қалады. Сол себепті реально жасайтын адамдар ғана жазсыншы, істеп көретін адамдар. 18-ге толған, 16-ға толған, удостоверениесі бар, кәсіби карточкасы бар адамдар ғана жазсын. Басқалай 14 жастағы, 15 жастағы адамдар лишний жазып мазаламауларыңызды сұрайым. Бұстан өздерінің уақыттарында алады, менің де уақытымды алып жатыр. Сол себепті жасайым, табам, көрсетіңізші. Тіркелесіздер, бонуста ақшаларыңыз аласыздар. Ол ақшаны маған аударасыздар, сосын арттарыңыздан адам шақырасыздар. Көбісі манады тіркеліп, ақша алып, несиелер келеді. Барлығы мана адам шақырудан кішкені қашады. Адам іздеуден, адам шақырудан енді оңай ақша жоқ қой қазір дейтін. Сол себепті барлығына да дайындалып, как положено жазсаңыздар жақсы болатын еді. Әзірге видео осы, келесі видеода көріскенше. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде қарайтын боламыз.